Баршаға сәлем. Бүгін роддомдағы соңғы күн, обедімізді жеп алып, дайындалуды бастап кеттім. Үйге қайтамыз. Сөйтіп косметикаларымды өзіммен бірге ала келгем, өтірік боянып алдым. Мына жақта қызым мені күтіп, ұйықтап отыр. Киімдерін дайындап қойдым. Ерте бастан киімдерді жинап, датабы асыққаным соншалықты палатаның сыртында күтіп отырдық қой медсестраны. Медсестра келіп бізді алып кетті киімдерімізбен бірге. Содан киімдерімізді ауыстырып, үйге күшті көңіл күймен шықтық. Мына жерде күшті сюрприз күтіп тұр екен мен деп айтпай-ақ қояйын. Ана мен больницада жатқанда заказ берген, баннер осындай жазуларға күштілетіп бір күн ішінде жасап берді. Оны жолдасым осылай қыстырып қойды. Содан кешкісін сразу біз шілдехананы жасап жібердік. Өйткені құтты болсын айтып келетін адамдар көп болды да. Сосын сіздердің көзқарастарыңыз қалай, негізі сразу жасаған дұрыс па, әлде 40 күннен кейін, 40-нан шыққаннан кейін жасаған дұрыс па? Мына жақта балалар мәз, келген туған туысқандар, қонақтарымызға осындай шашуымызды, тойбастарымызды тараттық. Ертесі күні достарымызды да шақырып жібердім. Сонымен 2 күн кәдімгідей шаршадым.